Саламатсыздар ма? Бұл мұнайлы ауданында өткен математикалық прогрессия байқауының есептері. Сол есептерді шығарып көрсек. Бізде бірінші есепте осындай теңсіздікті шешіңіз дейді. Бірінші біз мынаны байқасақ. Косинус 2х-ті біз формулаға келтіріп алсақ. Және оны біз синус арқылы жазсақ. Сонда ол 1 минус 2 синус квадрат х плюс 3 синус х үлкен немесе минус 1-ден деп жазып алсақ. Енді барлығын теңдіктің оң жағына өткізіп жіберсек, синус квадрат х минус 3 синус х минус 2 кіші немесе тең 0 деген есеп болады. Енді біз мынандай алмастыру жасалсақ, яғни синус х-ті қандай да бір а-ға тең деп алсақ, және а минус 1 мен плюс 1-дің арасында болсын. Сонда бізде 2а квадрат минус 3а минус 2 кіші немесе тең 0 деген есеп болады. Енді бұны біз қарапайым бірінші теңдеуге айналдырып алсақ, минус 2 тең болады 0-ге. Енді дискриминант 9 плюс 16 тең болады 25. 3 плюс минус 5 бөлінген 4 деген 2 жауап шықса, плюс болған кезде 2, минус болған кезде минус 2-ден 1. Сонда бізде данный момент мынандай аралықта жатыр. 2 мен а дейтін сан 2 мен минус 2-ден 1-дің аралығында жатыр. Енді бірақ бізде ада ограничение бар. А-ның ограничениесі 1 мен минус 1-дің арасында еді ғой. Сонда бізде бұны синусқа айналдырған кезде біздің жауап мына жер 1, мына жер минус 1 болса, біздің жауап минус 2-ден 1-ден үлкен жерлер. Яғни минус 2-ден 1-ден үлкен жерлер мына аралықты қамтиды. Енді біз 2-ден 1-дің 30 градусқа қиылысатынын білсек, минус 2-ден 1 ол минус 30 градус болады, яғни минус пи бөлінген 6. Ал мына жер бізде 30 градусқа тең ғой, енді 180-ге 30 градус қоссақ 7 пи бөлінген 6. Сонда x-тің қамтитын аралығы минус пи бөлінген 6 плюс 2 пика и 7 пи бөлінген 6 плюс 2 пика деген жауап шығады. Бұл жерде k дегеніміз әрине z-ге тиесілі. Келесі екінші есепте, егер косинус 2 альфа наған тең болса, мынаны 6 дәрежелерін қосындысын табыңыз дейді. Бұл жерде біз бірінші 6 дәрежені бүйтіп жазып алсақ, синус квадрат альфаның кубы қосылған косинус квадрат альфаның кубы ретінде жазып алсақ, сонда бұл а куб плюс б кубқа келеді. Сонда синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа и екінші ақшада косинус 4 альфа азайтылған косинус квадрат альфа синус квадрат альфа и қосылған синус 4 альфа дейтін нәрсе болады. Сірә мына бірінші ақша бізде 1-ге тең болса, енді біз неден құтылуымыз керек? Біз косинус 4 дейтін нәрсені. Енді косинус 4 альфаны бұлай жазып, косинус 4 альфа мен синус 4 альфаны бұлай жазып алсақ біз. Ол тең болады синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфаның квадраты и минус 2 синус квадрат альфа косинус квадрат альфа десек. Сол кезде бізде бұл 1, ал мына жақ сірә 2 осылай қала берді. Сонда мына екеуінің қосындысын біз не деп жаза алады екенбіз? 1 азайтылған мынау 2 синус және мынаумен бірге 3 синус болады. 3 синус квадрат альфа косинус квадрат альфа и жақшаның сыртында бізде ұмытып кетпесек, мына жерде 6 бар. Біз осындайдың мәнін табуымыз керек. Енді синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаны қайдан табамыз? Оны мына косинус 2 альфаның есебін берілген бойынша косинус 2 альфаның өзінің формуласын салып көрсек. Косинус 2 альфаның формуласы дәл мана бірінші есеп секілді. Бұл 2 косинус квадрат альфа минус 1-ге тең болады. Ал біз бұны 3-тен 1-ге тең десек, демек косинус квадрат альфаның өзі ол 3-тен 2-ге тең болады екен. Дәл сол секілді косинус 2 альфаның екінші түрі 1 минус 2 синус квадрат альфа десек,
ол бізде 3-тен 1-ге тең болса, сонда синус квадрат альфа да 3-тен 1-ге тең болады. Сонда мыналардың орнына соны әкеліп қойса, сонда 6 жақша ішінде 1 минус 3 көбейтілген 3-тен 2 және 3-тен 1 десек, бізде 3-тер қысқарады. Сонда 3-тен 2, 3-тен 1, 6 көбейтілген 3-тен 1, ол бізде 2 деген жауап шығады екен. Сонда бұл есептің жауабы 2. Келесі мынандай теңсіздік шешіңіз дейді. Енді біз кез келген біреуіне бөле салайық. Жақсы. 9-ның x дәрежесіне бөле салсақ, онда бізде 9-дан 4-дің x дәрежесі қосылған 9-дан 6-ның x дәрежесі минус 2 үлкен немесе тең 0 болады. Енді 9-дан 4 деген ол 3-тен 2-ның квадраты болғандықтан 2x дәрежесі болады. Мыналар 3-ке қысқарып кетеді де 3-тен 2-ның x дәрежесі болады да үлкен немесе тең 0 деген есеп шығады. Сонда біз 3-тен 2-ның x дәрежесін қандай да бір a-ға теңдеп алсақ, сонда бізде a квадрат плюс a минус 2 үлкен немесе тең 0. Дәл жаңағыдай дискриминантпен шығара салсақ, бізде a тең 1, a тең минус 2 деген 2 жауап шығады. Сонда бізде данный момент былай болып тұр. Минус 2, мына жер 1, плюс минус плюс десе бізге плюс жақтар керек. Яғни мына аралықтар керек болып тұрды. Бірақ енді біз бұл a екенін ескеретін болсақ, біз 3-тің 2x дәрежесін осыған теңестіруіміз керек. Сонда бізде 3-тің x дәрежесін біз минус 2-ге теңестіруіміз мүмкін емес, себебі бұл жерде a-ның өзі 0-ден үлкен. Яғни бізге мына жақты біз қарастырмайды екенбіз. Яғни бізде 0-ден үлкен дейтін аралық. Сонда біз 3-тен 2-ның x дәрежесі үлкен болу керек, немесе тең болу керек, 1-ден деген есеп шығарып тұрмыз. Ал 1 дегенді біз былай жаза салсақ, 3-тен 2-ның 0 дәрежесі. Енді 3-тен 2 1-ден кіші сан болғандықтан x кіші немесе тең 0-ден деген жауап шығады. Демек жауап минус шексіздіктен 0-ге дейін деген жауапты қамтиды екенбіз. Келесі 4-ші есепте. Мына графикке қай нүктеде жүргізілген жанама түзуіне перпендикуляр. Енді қараңыздар, екі түзу перпендикуляр болу үшін онда мынандай шарт орындалу керек. Олардың коэффициенттері k1 мен k2-ның көбейтіндісі, коэффициенттерінің көбейтіндісі минус 1-ге тең болу керек. Енді бізде бір коэффициент бар, минус 3-тен 1, минус 3-тен 1 көбейтілген k тең болу керек минус 1-ге. Демек бізде k 3-ге тең болу керек екен. Яғни біздің жанамамыздың коэффициенті 3-ге тең. Ал жанаманың коэффициенті деген ол біздің функцияның туындысы, яғни x0-дегі мәні. Сонда 2x туындысын алатын болсақ, 2x минус 7 бізде 3-ге тең болу керек. Сонда біздің x0 нүктеміз 5. Осы нүктеде жанама жүргізілу керек екен. Енді біз y0 нүктесінде таба салайық бір қасына, чтобы толыққан шығару үшін, яғни мынаның орнына 5-ті қоя салсақ, 25 минус 35 плюс 1, сонда минус 9. Сонда 5-те минус 9 дейтін нүктеден жанама жүргізіледі екен. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Енді бұл жерде қарап тұрсақ, бізде бірдей нәрселер, яғни ортақ бөлім бере салайық. Сол кезде бұл жерде мына нәрсенің квадраты шығады. Сонда x квадрат минус 2x көбейтілген мына жақша түбір и қосылған осының квадраты x квадрат плюс y квадрат. Сонда түбірден қылып береді. Ал мына жерде азайтылған. Азайтылған болса дәл сол нәрсе, просто барлығы минустан бөлінген x квадрат минус 2x x квадрат плюс y квадрат и қосылған, азайтылған x квадрат минус y квадрат деген нәрсе болады да. И бөлшектің бөлімінде бұл түйіндестері ғой. Демек x квадрат минус y квадрат дейтін нәрсе болады. Сонда бізде жақшадан данный момент мына жерде x квадраттар жойылады, мыналар тоже жойылады. Сонда минус 4x мынау және мына жерде x квадрат тұрады минус y квадрат. Енді минус пен минус плюс пен айналып кетсін. И оны мен көбейтуім керек екен. 2017 y квадрат бөлінген 4x дәл осы жақша. Сонда мына полностью былай қысқарып кетеді, y квадраттар қысқарып кетеді. Сонда жауап 2017.
2017 жылғы есеп болып тұр ғой. Так, 6-шы мынандай логарифм теңсіздік. Енді бізде проблема келтіретін логарифмнің мынандай мәні, бұл алдында естеріңізде болатын болса метод рационализация дейтін бар, рационалдау тәсілді. Енді оны біз былай замен жасай саламыз, яғни 2 минус x, мына жерде x плюс 4 қала береді, ал мына 0,3-ті біз 0,3 минус 1 дей саламыз, ал 2x плюс 6x плюс 5 минус 1 дей саламыз. Неге минус 1 дейміз? Потому что кез келген санның бір дәрежесі кіші немесе тең 0. Осы есеп шығарсақ біздің жауаппен 1 деп болады екен. Яғни біріншісі мына жақшадан x тең 2 деген жауап шығады, мына жақшадан x тең емес минус 4 дейтін жауап шығады, мынадан сірә минус сан шығады. А мына жерден так оны есептеуіміз керек. Плюс 6x плюс 4 тең емес 0 десек, так 2xx 2 мен 2 ма? 2 мен 2 десек, 2 мен 2 десек, бізде минус осылай болатын беді. Жоқ, минус емес. Так, плюс 4, 6, я осылай ғой. Демек, бізде x тең болады минус 1-ге, x тең болады минус 2-ге дейтін екі жауап шығады екен. То есть, точнее, тең емес. Сонда бізде бәрін бір сызыққа сызатын болсақ, бізде ең кішкентай жауап минус 4, ол тең емес. Одан кейін минус 2, одан кейін минус 1, и одан кейін 2 деген 1, 2, 3, 4 жауап шықтыр. Бізде 2 дейтін теңдік белгісі бар. Енді таңбаға қарайтын болсақ, бұл жерде минус, бұл жерде тоже минус. Демек, 2 минус бір-біріне плюсқа айналып кетеді. Ана жерде плюс, ана жерде плюс. Демек, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Бізге керек минус аралық, яғни мына аралық керек, және мына аралық керек. Сонда жауап минус, жоқ, бірінші анықталуысын табылайық та. Анықталуысы бар 2x плюс 6x плюс 5 үлкен 0-ден болу керек. Сонда дискриминант так 36 минус 40. Бұл теріс салмақта мына анықталуысы бізде минус x-тен плюс x-ке дейін кез келген сан бола береді. Потому что плюс таңба, мына жақ тоже плюс таңба. Сонда бізде жауап минус 4-тен минус 2-ке дейін жай жақшамен, және минус 1-ден 2 бізде тік жақшамен деген жауап шығады. Жетінші есепте мынандай теңдеу шешіңіз дейді. X минус 1-дің x дәрежесі 1024-ті мен 2-ның 10 дәрежесі деп алсылайын. Так, 2-ның 10 дәрежесі десек, болды. Демек, x минус 1-дің x дәрежесі тең болады. Бұл 2-ның 2 дәрежесінің 5 дәрежесі деп алуға болады. 2 көбейтін соң болады. Демек, 4-дің 5 дәрежесі. 2 сан бір айырмашылық болатын болса, бізде x тең 5 деген жауап шыға салады. Келесі кеттік. 8-ші мынандай теңдеуді шешіңіз дейді. Бұны не істесек болады? Бірінші бір негізге келтірейік. Онда логарифм 2 негізде x тұра берсін. Мынаны логарифм 2 негізде x бөлінген логарифм 2 негізде 3 деп жазасам. Яғни логарифмнің қасиетін қолданатырмын. А негізді b-ны бір негізге логарифм с негізді b бөлінген логарифм с негізді a деп жазуға болады. И плюс 5. Тең болады 5. Тең болады 5 деген есеп шығарса. Енді мына жерден логарифм 2 негізді x-ті жақшаның сыртына шығарып жүрсем, 1 қосылған 1 бөлінген логарифм 2 негізді 3 тең болады 5-ке. Енді мына қасиет бойынша жазып жүрсем, логарифм a негізді b-ны логарифм b негізді то есть 1 бөлінген логарифм b негізді a деп жазуға болады. Дәл сол секілді. Сонда логарифм 2 негізді x мына жаққа бөлімге беріп жіберейік. 1 қосылған логарифм 3 негізді 2. Енді мынаны 1-ді мен логарифм 3 негізді 3 деп жазсам, ол 5 бөлінген логарифм 3 негізді 6 болады да. Мен мына қасиетті тағы қолданып жүрсем, ол 5 көбейтілген логарифм 6 негізді 3 болады. Қызық. Сонда бізде жауап x тең болады 2-ның логарифм 6 негізді 3-тің 5 дәрежесі деген жауап болайын деп тұр. Өте странный сан, бірақ енді осылай шығып тұр. 9-шы есеп. Теңдеуді шешіңіз дейді. Так, x квадрат 2x
Аха. Байқасаңыздар мына жерде былай x минус 3-ті былай істейінші. X минус 3 егер a болатын болса, x квадрат минус 2x минус 8 b болатын болса, онда a плюс b тең болады x квадрат минус x минус 11. Яғни бізде былай болып тұрады ана момент. Тең болады a плюс b. Енді бұндай нәрсе қай кезде орындалады? Мына теңдік қай кезде дұрыс болады? Егер a да 0-ден үлкен, b да 0-ден үлкен болса, немесе a да 0-ден кіші, b да 0-ден кіші кезде ғана осындай екі ақтер жауап болады. Енді a 0-ден үлкен кезде это x 3-ден үлкен болса, x 3-ден үлкен болатын болса, яғни 3-ден плюс x-ке дейін біріншісі, ал b 0-ден үлкен болу үшін мұны дискриминант шешуім керек болады. Так, мына жақта салайыншы, x минус 4 x плюс 2 қойды. Так, аха. Сонда плюс 4 пен минус 2 дейтін жауап шығады. Сонда мына жерлер керек. Екеуіне ортақ болатын жер ол 4-тен плюс x-ке дейін деген бірінші жауап шығады. Мына жақтан енді жауап шыға ма екен көрейік. Екеуде минус болу үшін бұл 3-тен кіші болу керек. Мына жерде жаңағыдай 4 пен минус 2-ның арасы болу керек қой, минус болу үшін. Сонда бізде екінші жауабы минус 2-ден 4-ке дейін, 3-ке дейін деген жауап болады екен. Сонда мынаның бәрі тік жақшада болады. Бұл сандардың өзі де жарамды ғой. Демек жауап минус 2-ден 3-ке дейін, 4-тен плюс 3-ке дейін. Керемет, жақсы есеп екен. 10 есеп. Мәндер жиынтығымыз дейді. Енді бұл енді да көп кездесетін есептердің біреуі. Бұны біз мынандай бір үшбұрыш бар деп қарастырсақ, катеттері 6 мен 8, яғни коэффициенттерге тең. Мына жерде біз қандай да бір альфа десек, онда бізде гипотенуза 10-ға тең болады. Демек мынаның барлығын 10-ға бөліп тастаймыз. Так, y бөлінген 10 тең болады 6 бөлінген 10 косинус x қосылған 8 бөлінген 10 синус x и плюс 3 бөлінген 10 болсын. Сонда мына нәрсені біз қалай ықшамдай аламыз? Енді қарайық, бұны косинус 6 бөлінген 10 деген ол қандай да бір синус альфа ғой, ал 8 бөлінген 10 қандай да бір косинус альфа. Сонда мынаның формуласы бұл синус альфа плюс x-ке айналып кетеді. И плюс 3 бөлінген 10 тең болады y бөлінген 10. Енді мынаның барлығын 10-ға көбейте салайық. Сол кезде y тең болады 10 синус альфа плюс x қосылған 3 дейтін нәрсе болады. Енді қарасақ, бізде синустың мәндер жиыны анықталған ғой, ол минус 1 мен плюс 1-дің арасында болады. Ал мен оны 10-ға көбейтіп 3-ке қосуым керек. Яғни минус 10 плюс 3 минус 7 плюс 10 плюс 3 13. Демек біздің мәндер жиынымыз y-дің қабылдайтын мәндері минус 7 мен 13-дің арасындағы сандар болады. 11-ші есепте астана әріптерді кезек алып қойғанда астана деп сөзінің шығу ықтималы. Так, енді біз кезекпен алатын болсақ, бірінші А-ның шығу ықтималы 6-дан 3, екінші С-ның шығуы, енді біреуін алып қойдым ғой, демек 5-тен 1, Т-ның шығуы тағы біреуін алғандықтан 4-тен 1, А-ның шығуы 3-тен 2, себебі 1 А-ны алып алдым. Н-ның шығуы ол 2-ден 1 болады да, мынау сірә 1 болады. Енді осы ықтималдық. Бізде қысқаратындар бар ма? 3 мен 3 қысқарады, 2 мен 2 қысқарады да, демек бізде жауап 30 120-дан 1 деген жауап шығады екен. Жақсы. Анықталмаған интегралды табыңыздар дейді. Егер бізде мынаны жіктей алсақ, өте жақсы болады. Так, x плюс 2 минус 1 dx. Бұл жерден де біз мынандай метод қолдана саламыз. Бұл a бөлінген қандай да бір x плюс 2 қосылған b бөлінген қандай да бір x минус 1
деген функцияға тең болсын деп аламыз да. Себебі ортақ бөлім берген кезде мына нәрсе болады. Сонда бізде а x минус 1 қосылған b x плюс 2 ол біздің 7x минус 1-ге тең десек, сонда бізде ax қосылған bx тең болады 7x-ке, яғни x-тер мен x-тер, то есть минус a мен плюс 2b ол тең болады минус 1, сандар мен сандар тең деп аламыз. a b деген бұл жерде қандай да бір сандар. Сонда бізде a қосылған b қандай да бір 7-ге тең, ал 2b азайтылған a қандай да бір минус 1-ге тең. Қосып жүрсек, алар қысқалып кетеді. 3b тең болады 6-ға, b тең болады сонда 2-ге. Егер b 2-ге тең болса, a 5-ге тең. Енді орындарына әкеліп қойсақ, сонда интеграл 5 бөлінген x плюс 2 қосылған 2 бөлінген x минус 1 dx деген интеграл анайды. Енді бұлардың бәрі ln, демек ln x плюс 2 қосылған ln x минус 1 и плюс с. Коэффициенттер бар екен, мына жерде 5 бар, мына жерде 2 бар. Так, 13-ші сеп, жіктелуінің ең үлкен мүшесін табыңыз дейді. Енді жалпы біз жіктелуді білеміз ғой да. Енді Ньютон биномы бойынша ол бұлай жіктелетін еді. Так, біріншісі с 20-дан 0 көбейтілген мынаның 20 дәрежесі и мынаның 0 дәрежесі қосылған с 20-дан 1 мынаның 19 дәрежесі дәл сол секілді мынаның 1 дәрежесі, яғни қосындысы 20-ны беріп отыр. Енді осы жіктелудің ең үлкенін тап дейді. Ең үлкенін табу үшін біз не істеуіміз керек? Мен білуім керек, что қандай да бір, енді пока что бұлай үлкейіп жатыр ғой, себебі с үлкейіп жатыр. Енді қай жерге дейін үлкейеді, мен соны білуім керек та. Ол үшін мен мына мүшені мына мүшеге бөлген кезде менде бірден үлкен сан шығу керек қой. Сонда менде с 20-дан қандай да бір k-ны десем, сосын 5-тің 20 минус k дәрежесі десем, и түбірас 2-ның k дәрежесі десем, оны мен бөлген кезде с-ның қандай да бір k минус 1 дәрежесі, точнее осылай, мынаның 20 минус k минус 1 десе k плюс 1 болады, и түбірас 2-ның k плюс k минус 1 дәрежесі болады. K минус 1 дәрежесі осы менен бірден үлкен болғанша жерді табуым керек қой, қай жерге дейін үлкейе береді десем. Сонда мен енді жіктеп көрейін. 20 факториал бөлінген 20 минус k факториал, мына жерде 5-тің 20 минус k бөлінген 2 дәрежесі, 2-ның k бөлінген 2 дәрежесі бөлінген 20 факториал, 21 минус k факториал дей берейінші бірден, и k минус 1 факториал. Мына жерде 5-тің 21 минус k бөлінген 2 дәрежесі, и 2-ның k минус 1 бөлінген 2 дәрежесі үлкен емес тең бірден. Енді қысқаратын нәрселерді бұлай қысқартсам, менде мынау мен мынау қысқарады, мынау мен мынау қысқарады. Сонда менде үстінде 21 минус k қалады, астында k-ның өзі қалады. Себебі k минус 1 азырақ қодан. Мына жерде 5-тің дәрежелері менде азайтылады десем, сонда k-лар жойылып кетеді да, 5-тің минус 2-ден 1 дәрежесі қалып тұр. Ал мына жерде азайтылады десем, 2-ның
просто 2-ден 1 дәрежесі үлкен немесе тең 1. Осы жерде мен k-ны тауып алуым керек қой енді. Сонда 21 минус k бөлінген k теңдікті мына жағына өткізіп жіберсем, мынау мында бөлу болып барады. Мынау астында тұрған нәрсе, себебі минус дәреже бөлшектің алдына кетсе, үлкен немесе тең 2, 5-тің 2-ден 1 дәрежесі болып тұр ғой. Енді бұл түбірлер ғой да. Сонда менде бұл қандай сан? Жақсы, енді мен көбейтейін. 21 көбейтілген түбір асты 2 минус k көбейтілген түбір асты 2 үлкен немесе тең түбір асты 5 көбейтілген k. k-ларды бір жаққа жіберсем 21 көбейтілген түбір асты 2 үлкен немесе тең k жақша ішінде түбір асты 5 қосылған түбір асты 2. Сонда k кіші немесе тең 21 түбір асты 2 бөлінген түбір асты 5 плюс түбір асты 2. Енді бұл қандай сан? Примерно деген сұрақ. Так. Примерно. Так, егер мен ортақ бөлім зат істеп жүрсем, ықтимал түйіндесіне көшсем, мына жерден 3 шығады, ол 7 болады. Түбір асты 2 бар, түбір асты 5 минус түбір асты 2 бар. Мынау 1,1 деңе. 1,4. Мына жерде түбір асты 5 минус түбір асты. Так, мынаны басқаша не істеуге болады? Басқаша. Так, ыңғайлы ол үшін штабы сан. 2,5. Мына жерден істей салайыншы, мынау так 2,5 түбірдің астында дей салайын. Мен мынаған көбейтіп жіберсем 21 минус k үлкен немесе тең k көбейтілген түбір асты 2,5. Кішкене басқаша көрейінші. 21 үлкен немесе тең. Так, түбір асты 2,5 плюс 1. Так, енді түбір асты 2,5 деген ол примерно 1,5-нан үлкен сан. Бірақ 1,6-ға жетпейді. Яғни мен k-ны табу үшін k деген кіші болып тұр. 21-ді бөлемін 1,5-ге 2,5-ға бөлсем 2,6-ға жетпейді. 2,5-ға бөлсем 8,1 деңе шығады. Сонда k деген кіші немесе тең 8,1 деңеден. Сонда k дейтін енді бүтін сан ғой, k деген 8. Демек 8-ші мүшесі ең үлкен болып тұр менде. 8-ші мүшесі емес, 9-ші мүшесі ең үлкен болып тұр. Енді ол қандай мүше? Яғни k 8-ге тең болады. S 20-дан 8 түбір асты 5-тің 12 дәрежесі түбір асты 2-нің 8 дәрежесі. Сонда бұл қандай сан болады? Так, 20 факториал 8 факториал 12 факториал. Так, 5-тің 6 дәрежесі 2-нің 4 дәрежесі. Осындай сан, енді оны қысқарту ары қарай кішкене уақыт алатын сияқты. 14-ші есеп. Осы нүктелер арқылы жазықтың теңдеуін жазыңыз. Так, 3 нүкте арқылы жазықтық жүргізетін болсақ, біз қалай еді? Анықтауыштап өтмедік. E, G, K, E мен AB. AB-ны тауып алсам, AB деген ол минус 3, 2, 0 ғой. Демек, минус 3, 2, 0. Енді A-сын тауып алсам, минус 3, 0, 1. Минус 3, 0, 1. Десек, енді осының анықтаушын табамыз. Яғни, мына 3-ін көбейтеміз. 2i болады. Мынаны көбейтсек, бізде 0 болғанда пайдасы жоқ. Бұлай көбейтсек, 0 болғанда пайдасы жоқ. Енді бұлай көбейтетін болсақ, плюс 6k. Себебі мына минус болады, бірақ біз минустан боймен жазуымыз керек. Сосын мынадан пайда жоқ. Мына жерден плюс 3 дейтін нәрсе болып тұрды. Демек, менде осында енді мен d коэффициентін табуым керек қой. Менде қазір a 2-ге тең, b
3-ке тең, ол g-дікі. Ал с менде 6-ға тең. Енді мен бұл коэффициентті табу үшін мен не істеймін? Мен x0-ден мынаны азайтып, любой кез келген бір нүктені азайта саламын да, сонда 2x азайтылған 3 қосылған 3 y азайтылған 0 менде, бұлар 0 болғандықтан өте жақсы да, с z азайтылған 0 тең болады 0-ге. Сонда 2x плюс 3y плюс с деп 6z и минус 6 тең болады 0 деген мынау мен жазықтығының теңдеуі болады. Мынандай теңдеу шешуім керек. Так, менде неше штук тақсандар ғой? 1-ден 28-ге дейін, так, қоссам 28, 2 көсем 14. Демек менде 14x и плюс так, 1,28, 14-тің квадраты. 14-тің квадраты 238. Жалпы тақсандардың қосындысы, неше тақсанды қоссақ, қатар тұрған тақсандар, сол санның квадраты бола салады. Сонда 14x тең болады 42-ке, x тең болады 3-ке. Нормально. 15-ші сәт мына сызықтан фигураның ауданын тап дейді. Бізде қандай да бір, так, x тең 1 дейді. 1 мен шектелген және x өсімен, яғни мына жермен шектелген. Яғни осы аралық 0 болса, 0 болатын болса, менде 0 екен білем. И 1 болса, менде 3 екен білем де. Яғни мен мына жердің ауданын табуым керек. Сонда интеграл 0-ден 1-ге дейін үсті сірә параболаның өзі, асты сірә 0 болғандықтан оны тап жазбай қойсам болады. Демек dx тең болады x куб бөлінген 3 плюс x квадрат. Оған 0 мен 1-дің арасы, 0-ді қойсам сірә мән шықпайды. Менде сонда 3-тен 1 қосылған 1 тең болады 3-тен 4 квадрат бірлік болып тұрған жауабымыз. Келесі. Так, шеңбер бар. Шеңберден 8-ге тең қашықта А нүктесі орналасқан. А нүктесі 8-ге тең қашықтықта дейді. Нүктесіне шеңберге жанама жүргізген. Мынандай бір қандай да бір жанама жүргізіп отыр. Егер шеңбердің радиусы 5-ке тең болса, яғни мен мынаны дальше бүйтіп соза беретін болсам, мына жер 5 қой. Қашықтық деген жалпы центр арқылы өтеді. Именно центр арқылы өтеді. 5 болса, онда жанасу нүктесінен шеңбердің центрі және А нүктесі арқылы түсуге дейін қашықтығымыз. Яғни мына жер 90 градус екен білеміз ғой. Біз мына жерге дейін қашықтықты, яғни қашықтықты мынандай нәрсені табуымыз керек. Яғни тік бұрышты үшбұрыштың биіктігін тауып жатырмыз бір соққанда. Онда біз мына жерін 5 екен білеміз. Онда мен мынаны жанаманы тауып алсам, мынау 13 болса, мынау 13 болса, Пифагор ғой. Так, сонда менде қазір былай болып тұр. Мына жер, мынау менде 13, мына жер 5, мына жер менде әзірге белгісіз. Оның Пифагор. Египет үшбұрыш бойынша 12 болады. Маған мынандай биіктік тап дейді. Енді өзіміз білетін 5 көбейтілген 12, ол тең болады s көбейтілген 13-ке ғой. Яғни мынау ауданның 2 есесін береді, мынау ауданның 2 есесін береді. Сонда, то есть h. Сонда h тең болады 5 көбейтілген 12 бөлінген 13. Яғни 60 бөлінген 13. Келесі есеп. 18-ші есептік 4 бұрыш. 4 бұрыш дейді. Екі төбесінен оның диагоналына түсірген перпендикуляр түсулер оны теңдей етіп. Так. Екі перпендикулярлар. Так, мынадан перпендикуляр түсіп тұр. Екі төбесінен мынадан перпендикуляр түсіп тұр. Оны теңдей 3 бөлікке өтін. Мынаның барлығы өзара тең дейді. Егер тіктөртбұрыштың үлкен қабырғасы түбірасты 2 болатын болса, онда кіші қабырғасын тап дейді. Так, біз не істей аламыз? Так, мына жер 90 градус, мына жер 90 градус. Все, так. Мен аларды x деп алайын. Онда былай, жалпы тікбұрыш үшбұрышта биіктік түсетін болса,
мынаны а десек, мынаны б десек, мына жерде мен SA дейін, мына жерде SB дейін, енді общий S қой енді. Общий S, онда А квадрат тең болады SA көбейтілген S-ке. Бұл тікбұрыш ұқсастықтарынан шығады. Дәл сол секілді b квадрат ол SB көбейтілген S-ке тең болады. Енді менде мынандай биіктік тұрып тұр, мынаның квадраты мына жердің мынаған көбейтіндісіне тең болады ғой. Демек А квадрат менде тең болады X көбейтілген 3X-ке. Ал b квадрат, яғни мынаның квадраты, түбірас 2-нің квадраты, ол менде 2x көбейтілген 3x-ке. 2x көбейтілген 3x-ке. Яғни мынаудан 2 есе үлкен ғой да. Себебі мынау это есть а ғой. Сонда 4 тең болады 2а, а тең болады 2-ге, демек не үшін 4? 2. А тең болады 1-ге. Сонда бізде кіші қабырғасы 1-ге тең екен. Окей, 19-ші есеп тең бүйірлі үшбұрыштың табаны. Так. Тең бүйірлі үшбұрыш. Бізде табан 8, бүйір қабырғалар 12 дейді. Аха. Табан мен бұрыштарына шыққан бисектрисалардың. Так. Табан бұрыштарына шыққан бисектриса. Табан бұрышынан бисектриса шығып тұр. Аха. Қабырғала бисектрисаның бүйір қабырғаларының қиылысу нүктелерінің арақашықтығы. Бізге мына жер тап дейді. Окей, енді біз білу керек нәрсе, егер тең бүйірлі үшбұрышта бисектрисалар шығатын болса, мына арақашықтық міндетті түрде табанмен параллель болады. Енді себебі біз бисектрисаның қасиетін жазатын болсақ та, ол мына жақта 12x 8x қылып бөледі ғой. Мына жерде дәл солай 12x 8x қылып бөледі. И бисектрисалардың ұзындығы тең болғандықтан олар өзара тең болып қала береді. Енді бізге не тап дейді? Нүктелердің арақашықтығын тап дейді. Арақашықтығын қалай табамыз? Мынау параллель болатын болса, бізде мына үшбұрыш пен кішкентай үшбұрыш, үлкен үшбұрыш өзара ұқсас. Демек, олардың қабырғаларының қатынасы ол мына табандардың қатынасына тең болады. Үлкен үшбұрыштың табаны мына болсын, мынаның табаны, допустим, А болсын, тең болады. Үлкен үшбұрыштың қабырғасы 20x, ал мынаныкі 12x. Сонда x-тер жойылады да. 20a тең болады 12 көбейтілген 8-ге, a тең болады 12 көбейтілген 8 бөлінген 20-ға. 4-ке қысқарса, мынау 2, мынау 5. Демек 24 бөлінген 5, немесе 4,8 бе? 20-ші есеп. Үшбұрыштың медианалары 3, 4, 5. 3, 4, 5. Египет үшбұрыштардың аудан таңыз дейді. Жалпы мынандай нәрсе бар. Енді оны дәлелдеуін көрсетіп отыратын болсам, қазір ұзаққа кетіп қалатын сияқтымын. Сондықтан былай айта салайын. Егер үшбұрыштардың медианалары үшеуі белгілі болатын болса, онда А болса үшбұрышы дейінші. А болса үшбұрышы дейін. Мынаны давайте бір мынандай үшбұрыш болсын. Бұл медиана 1, медиана 2, медиана 3. Оны абысында EF үшбұрыш дейін. Онда бұлай айтуға болады. А болса үшбұрышы тең болады 3 көбейтілген 4 DEF үшбұрышы. Осындай жалпы осындай нәрсені дәлелдеуге болады. Сонда бізде DEF үшбұрыш дейтін қазір 3, 4, 5 қой. 3, 4, 5. Бұл тікбұрышты үшбұрыш сірә. Тікбұрышты үшбұрыш болатын болса, оның ауданы SDF бізде 12 6-ға тең болады да. Демек, мынаның орнына мен 6-ны қоя саламын. Ол 8-ге тең болады. Келесі цилиндрдің осьтік қимасы дейді. Так, бізде цилиндр бар. Оның осьтік қимасы деген ол мынандай тіктөртбұрыш. Мына қабырғасымен істейтін. Осьтік қимасының ауданы 70 дейді. Яғни бізде 2 радиус көбейтілген h 70-ге тең болып тұр. Ал h 7-ге тең дейді. Цилиндрдің толық бетінің ауданы. Толық бетінің ауданының формуласы деген, так, ол πr квадратқа 2πr h-ты қосуым керек қой. Енді маған радиус керек та.
мынаның орнына 7-ні қоятын болсам 2 көбейтілген r көбейтілген 7 тең болады 70-ке, r тең болады 5-ке. Демек, мына жерде 20 еспей. А мына жерде менде 2 RH бар ғой менде 70 пи. Сонда толық беттің ауданы 95 пи деген жауап шығады. Келесі 22 параллелепипедтің тік параллелепипедтің табандары. Так, параллелепипедте табандар параллелограмм болады ғой да? Сүйір бұрышы альфаға тең. Окей. Так, мынандай. Так, параллелепипед бар дейді. Мына жер альфаға тең, мынау аға тең, мынау б-ға тең дейді. Табанның үлкен диагоналі, дейтіні сүйір бұрыштан шығатын ғой. Табанның үлкен диагоналі параллелепипедтің кіші диагоналіне тең. Параллелепипедтің өзінің кіші диагоналі дейтін ол доғал бұрыштың арасындағы мынаған тең дейді. Енді менде давайте мен мынаны x деп алайын. Мынау да x қой демек. Көлемі тап дейді. Енді көлем формасы жалпы s табан h қой. Яғни маған s табан табу қиын емес параллелепипедтің, себебі ол а, б синус альфа. Менде осылар бар ғой. Мен тек h-ты табам ғана қалды. Енді h-ты қалай табамын? H-ты табу үшін енді амал жоқ пифагор қолдануым керек шығар. Мынаны бүйтіп алатын болсам, менде қазір мынандай бір параллелограмм бар. Мынау а, мына жер б арасындағы бұрыш альфа. Енді мен мына жаққа x квадрат, менде қазір h квадрат қосылған, мынаны мен d дей салайыншы. d квадратқа тең болып тұр ғой. Маған осы жерден h квадрат керек. Ал d-ны мен x-ті а арқылы өрнектей аламын. Ол себебі менде мынау d ғой. Бұны мен косинустар теоремасымен өрнектей салсам, сонда d квадрат тең болады а квадрат плюс b квадрат минус 2ab кос альфа. Ал x квадрат дейтін ол мына жерде жатыр ғой, былай ғой. Себебі мынаған тең деп тұр ғой. Ал мына жер менде 180 минус альфа, потом параллелограмм 2 қос 180 болады. Сонда менде x квадрат тең болады а квадрат қосылған b квадрат. Мынау косинус 180 минус альфа деген ол минус косинус альфаға тең. Демек бұл плюс 2ab косинус альфа болады да. Мыналардың орнына әкеліп қоятын болсам, так, а квадрат қосылған b квадрат плюс 2ab косинус альфа. И h квадрат қосылған d квадраттың орнына а квадрат қосылған b квадрат минус 2ab косинус альфа десем, сонда а квадрат b квадрат жойылады да h квадрат, h-тың өзі түбір астында 4ab косинус альфаға тең болады ғой. Сонда мен көлемді табу үшін ab-ны көбейтуім керек екен. 4-тен 2-ні шығарып жіберейін. 2 түбір астында ab кос альфа. ab син альфа да. Син альфа бар мына жерде. И осындай жауап шығады екен. 23-ші конустың биіктігі, оның табан. Так, бізде конус бар. Табан сірә шеңбер болады. Конустың биіктігі дейді. Оның табан диаметрінің 2-ден 3 бөлігін құрайды. Короче, 2r көбейтілген 3-тен 2 тең болады h-ға дейді. Сонда r тең болады 3h бөлінген 4-ке ғой. Конустың табанның ауданы мен бүйір бетінің ауданы қатынасына. Табанның ауданы деген пи-р квадрат. Ал бүйір бетінің ауданы деген пи-р-л. L деген бүйір жағы. R-лер қысқарады, P-лер қысқарады. Мен R-дің L-ға қатынасын табу керек. Ал L деген ол мына жерде h болса, R болса, L деген түбір астында R квадрат пен h квадраттың қосындысы ғой. Так, екеуінде мен енді h квадрат арқылы жаза салсам. Или наоборот, ешқандай айырмашылық жоқ. Мынаны мен осылай қалдыра берейін. Мынаны мен
9h квадрат бөлінген 16 плюс мынаны бүйте салайыншы, 16h квадрат бөлінген 16. Сонда 25 5h бөлінген 4 болшаған деп тұр ғой. Сонда 3h бөлінген 4, мына жерде 5h бөлінген 4, бөлінген 4-те қысқарады, h-тар қысқарады. Сонда 5-тен 3 деген жауап шығады. Керемет. Келесі 24-ші дұрыс үш бұрышты призма. Так, менде дұрыс үш бұрышты призма бар екен. Так, призманың бүйір қыры табан биіктігіне тең. Бүйір қыры ол дұрыс болғандықтан ол бір жағынан ашқы. Ол табанның ашына тең дейді. Аха. Енді бізде дұрыс бұрыш, оның ашы, оны а дейтін болсам, ол аш тең болады а тұбырасты 3 бөлінген 2. Себебі мына жерде енді бізде 60 градус қой. Биіктігіне тең дейді. Сонда мынау менде үлкен ашқа тең. Егер мыналарды а деп алатын болсам. Үш бұрыштың бір төбесінен шығатын, шығатын биіктік пен бүйір қыры арқылы өтетін қима. Так, бір төбесінен шығатын биіктік пен мына жерден биіктік шықсын. И бүйір қыры дейтін, мынандай қиманың ауданы берілген екен бізде. Бұл тіктөртбұрыш та, мына жер 90 градус қой. Демек h көбейтілген. Бір соңқанда мынауда h болды ғой менде, себебі биіктіктері тең ғой. Сонда менде үлкен h квадрат тең болады 75-ке. Призманың көлемі тапты. Так, көлем формуласы s табан h. Менде h бар уже, себебі h тең болады 5 тұбырасты 3-ке. Енді мен s табан табым керек. Оны мен a-ны таба салсам жеткілікті ғой. Так, a тұбырасты 3 бөлінген 2 тең болады 5 тұбырасты 3-ке. Так десек a тең болады 10-ға. Енді оның ауданы, үш бұрыштың ауданы a квадрат тұбырасты 3 бөлінген 4 қой. Сонда 25 тұбырасты 3 қой. Так, 25 тұбырасты 3. Сонда мынау орнына қоям. 25 тұбырасты 3-ті көбейтем 5 тұбырасты 3-ке. Так, 25 көбейтілген 15 ба? 250 қосылған 125. Енді ұшып кететін бір 375 деген жауап шығады екен. Окей. Келесі есепте 25. Қыраға тең дұрыс тетраэдрге іште сызылған сфераның радиусын табыңыз дейді. Так. Бізде дұрыс тетраэдр, яғни барлық жағы аға тең болатын. Бізде мынандай 3 бұрышты пирамида. И осының ішіне сфера сызылған дейді. И соның радиусын тапты. Енді не істейік? Біз енді дұрыс болғандықтан оның ашы қиылысатын нүктеге түсетін понятно болады. Потому что идеально болу керек қой барлығы. Енді бұның бірінші ашын тауып көрейік. Ашын табу үшін мен мына жерден 90 градус десек. Енді қараңдар. Бұның биіктігі қай жерге түседі бірінші, соны табайық. Оның биіктігі ол медианалардың қиылысу нүктесіне түседі. Себебі r болу керек қой. Медианалардың қиылысу нүктесіне түсетін болса, бұл бізде a. Біз мына жерді тауып алайық та бірінші. Мынаны тапқым келіп жатыр. Менде қазір мына жер мынамен тең. Так, мынау 3-тен биігі a тұбырасты 3 бөлінген 2, сонда 3-тен 1. a тұбырасты 3 бөлінген 3 мына жер менде. Ал мына жерде менде a. Енді h табатын болсам, h квадрат тең болады a квадрат минус a квадрат 3 бөлінген 9 десек, сонда 9 6 a квадрат. Яғни ашымыз біздің a тұбырасты 6 бөлінген 3-ке тең екен. Окей. Енді мен бүйтсе бұлай қарастыруым керек қой. Менде центр примерно мына жерде десем, мына жерден бір қандай да бір биіктік түсетін болса, ол енді жанына тиіп тұрады ғой.
мына жерден бүйтіп радиус жүргізсем, мынау радиус болады. Мен x деп белгілеп алайын. Допустим, мынау да радиус болады, x деп белгілеп алсам, сонда мына қалған бөлігімен 90 градус, и мынау міндетті түрде радиус 90 градус болып түседі жанамаға. Сонда бізде мына жерде ұқсас үшбұрыш пайда болып тұр ғой. Енді мен сол үшбұрышты қарастырсам, менде қазір мынандай үшбұрыш болып тұр. Мына жағым аш, мына жақ деген мына бөлік, яғни мен ол а түбірасты 3 бөлінген 6 болады, жартысына тең болады. Ал менде мына жақ, ол мына тең қабырға үшбұрыштың полный биіктігі, ол а түбірасты 3 бөлінген 2. Осындай болып тұр. И мына жерде менде мынау радиусқа тең, x-ке тең, и мына жер менің 90 градусқа сесем x-ке тең. И мен егер мына жерде альфа десем, мына жер бетта болса, демек мына жерде альфа ғой. Сонда менде ұқсас үшбұрыштар пайда болады. Сонда менде x бөлінген мынаны альфадан 90-ға қарай, мына жерде альфадан 90-ға қарай а түбірасты 3 бөлінген 6 тең болады. Альфадан беттаға қарай h десем, h-тың орнына мен а түбірасты h полный ғой менде. H-тан x тазайтуым керек, яғни а түбірасты 6 бөлінген 3 минус x бөлінген